Алақан айдарында жаңа формат. Бұл жолы өмірлері иттермен әр түрлі деңгейде байланысқан 4 адамды шақырып, олардан шағын сұхбат алдық. Менің есімім Айман Абубәкір қызы, жасым 52-де. Осы Астана қаласының тұрғылықты тұрғынымын. Менің есімім Құдайберген Маханбетәлі, жасым 26-да. Журналистпін. Менің атым Айсел, осы 7 каналда координатор болып істеймін. Сәлем, менің атым Балғын, жасым 22-де, мамандығым журналист. Біз екі үй көршімізді, ол үйдің кішкентай иті бар енді. Оны былай қарағанда үйде бағатын ит қой, декоративный ит дейміз ғой, қоңырау деген сияқты. Аты білмеймін енді. Біз қоңырау дейміз. Сол ит мен күшік асырағаннан бері екеуі достаса бастады. Енді біз әлі жаңадан үй салып жатқаннан кейін бізде әлі шарбақ жоқ, шарбақ ашық. Енді ана ит күнде келеді деп біздің итпенен ойнайды. Мен енді оны ойнатқым жоқ. Бірақ оларды айыру мүмкін емес екен. Сөйтіп жүріп ол өзінің үйінен біздің үйге көшіп алды, көршінің иті. Білмеймін неге екенін. Бізде бір ит бар болатын, аты Қарауыз, кішкентай болатын. Содан кейін ол өліп қалғаннан кейін оны көмдік қой. Көмген кезде күнде кешкісін бар, гүл теріп, гүл апарсам басына қойып жылап тұратынмын. Сонда қанша жасында? Ол шамамен бастауыш сынып оқимын, бір 2-3 класста солай істейтінмін. Итті жақсы көргенім соншалық әйтеуір. Біраз уақыт солай істеп жүрдім. Кішкентай кезімде жасым 5-те болу керек, ауылда 7-8 ит артынан қалмай қуып тістеп талап тастаған, сонан кейін фобия бар. Менімен бірге жүреді ғой, сосын кет егі бар десем айтам солай. Ол бір кезде кетті де былай анау жақ жолмен қарап қояды маған, былай қарасам. Отворачивается. Такая собака была вообще. Өзі бізде там баня была, сол баняға барды да, на утро барсақ жатыр, обед, әлі жатыр. Бір кезде балалар барып қараса, ана сдохшая уже. Балалар жылап жүгіріп келіп, мама, Ракелка наша там уже сдохла деп сөйтіп сосын. Енді я говорю, ну надо выбросить куда-то, десем айтады, нет, возле нас там росла дерево, береза. Соны ерінбей, соны қазып, ішінен етіп солай сөйтіп. Көміп қойдық? Көміп қойдық, аха. Сағынасыздар ма? Очень до сих пор. Сол просто ол кезде не болмады ғой, фотоаппарат. Фотоаппарат болғанда түсіріп алатын екен, былай. Қазір бір жерде ит көрсем, соған похожий, но пока нету таких. Одан соң армандарындағы иттердің суретін салып беруді сұрадық. Баяғыда бір не бар еді ғой, анекдот па? Бір құлақ, бір көз, бір ұштан қарап тұр, ол не деп. Сол сияқты болып кетпесін енді. Ол не екен сонда? Сиыр. Сиыр ма? Қолма, қалама алмаға білесің ба, қанша тұрған, не то что сурет салу. Салсаңшы енді. Түрі балғынға ұқсап қалды. Ал көрсет. Қайдан салуға мүмкіндік бар ма бізде? Хаски салмаймын, хаски салу үшін біраз. Онда саған хаски бермеймін. Ладно. Кішкентай хаски болды. Күлетін қылайын ба? Күлетін болсын бәрібір. Күліп тұр, өзіме похож болып кетті ғой. Ит емес, ол кісі сияқты болып кетті ғой өзі. Бұл шығарылымның келесі бөлімінде кейіпкерлерімізге суреттегідей иттер тауып бермекпіз. Дос бола ма екен, бірге білейік. Біз қазір иттерді қонақтарымызға табыстап жатырмыз. Суықтан ернім қатып қалды. Дәл қазір, міне, бір қатарға тұрып, сайыстың бірінші кезеңін бастаймыз. Кетіп тұрамыз. Бір қатарға тұрайық. Бір қатарға. Достар, біз ары қарай жалғастырамыз. Бізде иттерді міне бердік. Бір қатардың бойында тұрып жатырмыз. Айман ханымға барайық. Айман ханым, қалайсыз? Дуся нельзя. Ханымның иті Дуся екен. Дуся бұл орысша түсінетін сияқты, қазақша түсінбейді. Қалай сізге мына жаққа? Ойбай, мен ғой хозяйкаң, сен бері кел. Дуся, мұнда кел. Жарайды, достықтарыңызға жалғастыра беріңіздер.
Әсел ханым, сонымен сіз қалайсыз? Сізге үйреніп қалды ғой деймін. Аты кім екен? Ага, Жужа. О, Жужа. Осы рисовать етіп Вот берген есімі Жужа. Добрая такая, хорошая. Үйреніп қалдыңыздар ма? Үйрендім. Аха. Лохматая. Ал онда Жужа Әсел ханыммен бірге жаттығуыңды жалғастыра бер. Ары қарай. Бізде Құдай берген, о өзіңмен түсі бірдей екен, блондин. Опа. Нан, жауаптыңдар. Сонымен сенің аты кім? Біздің есіміз кім? Кім? Өзі айтады. Кім сенің атың? Кнопка. Кнопка. Көрдің ба? Өзі айтады. Достықтарыңыз қалай? Жалғас жатыр ма, жақсы жатыр ма? Не, орташа. Ал фобия ше, кішкене қорқыныш жағы қалай болып? Кішкентай болғасын енді маған жаңа инструкторлар келіп үйретіп айтты. Кішкентай болғасын ондай аса қатты қорқыныш жоқ. Мен бір нәрсе болса ұрып тастаймын. Қой ондай жоқ. Бұл жерін кесіп тастаймыз. Ең сұлу жұп сияқты. Иә, Қалайсыздар? қатты ұқсаймыз ғой. Ең әдемісі. Ой. Шақтас жатыр екен, иә? Леся, иә. Екеуміз бірден достасып кеттік. Как бір-бірімізді тапқандай болдық. Мен естім жүн, но ладно, ешнәрсе етпейді, иә? Леся да дайын сияқты. Онда біз қазір инструкторды жеке-жеке жұптарына апарамыз да, дайындықты бастаймыз. Сонымен біз не Станислав мырза мен Айман апайдың ортасына келдік. Айман апай, қалай болып жатыр? Бәрі керемет, күшті, біз достастық. Әуел кезде кішкене нелеу болып еді. Қазір жақсы. Қазақша түсіне ме екен? Қазақша түсінеді, арасында сөйлеп қоямын, қой деп. Сонымен, аха Станислав мырза, қандай кеңестеріңіз бар? Какие ваши советы? Ну, смотрите, в первую очередь... Ең алдымен иттің үстінен төніп қарамаңыз. Бұл қысым түсіреді. Одан соң сөйлескенде эмоционалды орташа деңгейде ұстаныңыз. Бәйек болудың қажет жоқ. Сонымен біз Әсел ханымға бара жатырмыз. Ол Жужамен дайындығын жалғастырып жатыр екен. Әсел ханым қалайсыз? Жақсы. Аха. Жақсы, уже привыкла ко мне она. Сонымен Станислав, қандай кеңестеріңіз бар? Ну, вот смотрите... Иттерді серуендетіп жүргенде олардың айналаны зерттеп тіміскілеуіне ерік беріңіз. Бұл олардың жүйкесін тыныштандырады. Искелеп болып сізге қараған кезде ғана әңгімелесуге болады. Ой, неге бұтыңа қысып алдың? Біз кнопкамен осы жердің бүкіл ауласын аралап қайттық. Өте белсенді ит екен. Қызықұмар қарды бірінші рет көріп тұр. Қызықұмар. Қызықұмар емес. Ал онда Станислав мырза, айтыңызшы, все ли правильно? Ну, чувствуется уже уверенность. Қарым-қатынаста сенімділік байқалады. Дегенмен оқыс қимылдарды азайту керек. Сарт-сұрт әрекет көбейсе, иттің сізбен байланысқысы келмейді. Біз ары қарай жалғастырамыз. Бізде балғын қазір Лесямен дайындығын жалғастырып жатыр. Балғын қалай болып жатыр? Күшті болып жатыр. Иә, жаңадан ренжіп қойған бір ит. Соған настроениесі болмай жатыр. Иә, серьезно. Станислав, как думаете, что? Мне вот в первую очередь понравилось, как вы общаетесь. Сіздердің қарым-қатынастарыңызда мін жоқ. Басында иттің қысылып ұялуы мүмкін. Бірақ уақыт өте келе бәрі жақсы болып кетеді. Сонымен достар, біз қазір Корей сериалы Кальмар ойынындағы қызыл түс, жасыл түс ойынын сынап көрмекпіз. Біздің иттерімізбен қонақтарымыз қалай бір-біріне бауыр басты екен, үйренді екен, соны көреміз. Станислав мырза сырттай бақылап тұрады, ал мен алдыға артқа қарай бұрылып ойынды жүргіземін. Мугуа кочи пиосмида. Стой. Аха. Мугуа кочи пиосмида. Бәрі жақсы жатыр ма? Керемет! Мугуа кочи пиосмида. Ары қарай. Мугуа кочи пиосмида. Өй, бәрі өткетті ғой. Әсел ханым қалып қойдыңыз. Ничего, жарайды.
Сонымен біздің ойынымыз өзінің соңына жетті. Меніңше бәрі достасып жақсы болған сияқты. Станислав мырза, өзіңіздің қорытынды сөзіңізді айтсаңыз. Ну, все прошло отлично. Бәрі тамаша өтті. Қатысушылар да сенімдірек бола түсті. Иттерге бұйырып сөйлемей, таза ниетпен бір деңгейде сөйлесе алсаңыздар, достықтарыңыз тезірек беки түседі. Сонымен сен кішкентай кезіңдегі жаңағы фобияға, қорқынышты сәттерге осындай итпен жұмыс істеу бір оң әсерін берді ме? Фобия болғанда енді осындай деңгейдегі иттер болса, фобияны жеңдім деп ойлаймын. Бұдан үлкендеу болса, әрі қарай тағы жұмыс істеу керек. Өзіме де итке де бір психолог қажет дейсің ғой. Қазір енді кнопка шынымды айтайын, бауыр басып қалдым. Енді өзім түстес боласың ба? Сонымен міне біздің бүгінгі ойынымыз өз соңына жетті. Әр таң мүмкіндік өзгертуге міндетті түрде кішкентай достарымызға қамқор болыңыздар.